Біздің бүгінгі тақырып аралас сандарды қосу. Бірінші мысал 2,3-1 қосылған 16. Бұл жерде бөліктері қалады. Бөлшек тек бүтіндерін ғана қосамыз. Сонда 2-ге 16-ны қоссақ 18. 18,3-1 болады. Сонда 18,3-1. Келесі мысал 4,15-6 қосылған 21. Бұл жерде тек бүтін бөліктерін ғана қосамыз. Сонда 21-ге 4-ті қоссақ 25. 25,15-6 болады. Үшінші мысалда дәл осылай 19-ға 5-ті қосамыз 24. 24,7-3 болады. Одан кейін төртінші мысал. Төртінші мысалда екі бөлігінде бүтін, яғни екеуі де аралас сандар болып тұр. Аралас бөлшектер. Сонда 5,11-2 қосылған 7,11-5. Бұл жерде бүтін бөліктерін қосып аламыз. Одан кейін бөлімдері екеуі де бірдей сан болғандықтан бөлімдері өз орнында қалады. Тек алымдарын ғана қосамыз. Сонда 7-ге 5-ті қосамыз 12,11-11 бөлімдер дәл осылай қалады. Алымдары 2-ге 7-ні қосып 5-ті қосамыз 7. Сонда 12,11-7 болады. Келесі мысалда 2,15-6 қосылған 5,10-8. Бұл жерде бүтіндерін ғана қосқанмен де бәрібір екен. Мысалы аяқта бөлімдері бірдей болса, мұнда бөлімдері екі түрлі. Сондықтан да бұл жерде біз ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін бүтін бөліктерін бөлек жазып қоямыз. 7 екеуін қосқан кезде қосылған. Арада 15-6 мен 10-8. Бұл екеуіне 15 пен 10-ға ортақ бөлім. Ең кіші ортақ бөлім 30-дан болады. 30-ды 15-ке бөлсек, мұнда 2-ден болады. Сонда бөліміне 30 дейміз. Алымына екі жердегі алтын 12 болады. Қосылған 30-ды 10-ға бөлетін болсақ 3-ден болады. Сонда 30-дан 8 жердегі 3-іміз 24. Сонда бұл жерде 30 бен 30 өз несінде қалады орнында. Сонда қосу 30-дан 12-ге 24 қосатынсақ 36 болады. 36. Бұл жерде 36-дан 30-дан 36 деп отырғанымыз бұрыс бөлшек. Бұл бұрыс бөлшекті біз дұрыс бөлшекке, яғни аралас бөлшекке келтіруіміз керек. Ол үшін аралас бөлшекке келтіру үшін былай дейік. 36 бөлінген 30. Сонда 36-ны 30-ға бөлетін болсақ 1-ден береміз. 30-дан. Бұл жерде 6. Сонда 1,30-дан 6 болады. Мына жерде сонда 7 қосу 1,30-дан 6 болады. Бұл жерде 7 мен 1-ді қосамыз 8. 30-дан 6 деп отырғанымыз қысқарады. Бұл екеуін 6-ға қысқартатын болсақ 1-ден болады. Бұл жерге 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. Сонда 8,5-тен 1 болады. Сонда біздің осы 5-ші мысалымызда 2,15-тен 6-ға қосамыз. 5,10-8-ді қосқан кезде 8,5-тен 1 шығады. Келесі 6-шы мысалымыз 9,6-дан 2 қосу 2,6-дан 5. Бұл жерде бөлімдері бірдей, бүтін бөліктерін қосамыз 11. Бөлімдері бірдей болғандықтан сол күйінше қалады. Тек алымдарын ғана қосамыз. 2-ге 5-ті қосамыз 7. Келесі есеп 3,9-дан 5 қосу 6,9-дан 4. Бұл жерде де дәл осылайынан 3 пен 6-ны қосамыз 9. Бөлімдері екеуі де бірдей болғандықтан сол күйінше қалады 9. Алымдары 5-ге 4-ті қосамыз 9. Мынау 9 бен 9 1-ге қысқарады екеуі де. Сонда 9 қосылған 1 тең шығады 10.